Ассалаумағалейкум достар. Сіздермен Қазақша Америка, жолдасым Серік, менің есімім Жазира. Бізге көптеген осы видеоларымыздың астына комментарийлер келіп жатыр. Көп адамдардың сұрақтары бойынша осы сұраққа жауап беруді жөн көрдік. Өйткені көп адамдардың сұранысы Америкаға барып жатса, қай штат ыңғайлы, қазақтарға тұрған қай штат ыңғайлы, баламен келген кезде қай штат ыңғайлы деген сияқты сол сұрақты көп қойған екен. Сол сұрақтарыңызға бүгін жауап береміз. Шынында да елді көп мазалайтын сұрақ сол ғой. Көбісі қызығады, визасы қалталарында, қолында тұрғандар бар. Сол жайлы видео шешейік деп түсірейік деп шештік бүгін. Жалпы негізі өздеріңіз білесіздер, 50 штат бар Америкада. Біздің нағыз осы СНГ адамдарына ыңғайлы осы 3 штат деп айтар едім. Жалпы негізі біздің қазақтар барлық жерде бар, бірақ қазақтардың ең көп шоғырланған жері осы Пенсильвания штаты, Иллинойс, яғни Чикаго, сосын Лос-Анджелес, Калифорния штаты. Біз осы штаттың Пенсильвания штатындамыз, Филадельфия қаласында. Бұяқта өте СНГ адамдар өте көп. Бірінші кезекте аяқтан тік тұрып кеткенге нағыз қолайлы штат деп айтсам болады. 4 мезгіл бар, 4 маусым, яғни қысы, көктемі, күзі деген сияқты барлығы бар. Және бірінші келген уақытта сізге бәрібір орыс тілді болмаса, және өзбек ұлты, қырғыз, қазақ деген сияқты сіздерге әрбір қалай ойлағанда да көмегін береді. Бастапқы кезде сол осы жаққа бізге көп пайдасын тигізді. СНГ көп шоғырланған жер болғандықтан қандай жағдайда пайдасын тигізді? Мысалға, біз келген кезде тілді көп білмейміз. Көптеген магазиндерге барасыз, сауда жасайсыз. Мысалға, бұяқта автотак дейді, машинаңызға страховка аласыз. Ол жерде де мысалы орыс азаматтары бар, орысша сөйлесіп кәдімгідей еш қиналмастан емін-еркін жүре беруге болады. Сол сияқты әртүрлі мысалға жұмыс берушілер бар, орыс азаматтар, мысалға украинстер бар, жаңағы клининг компаниялары бар, әйел затына жұмыс сұрай білесіз кәдімгі өз тіліңізде, жаңағы орыс тілінде сұрауға болады спокойно, қиналмастан. Сол жақтарынан өте тиімді, қолайлы деп ойлаймын, аяқтан тік тұрғанша. Тағы айта кететін. Тілді үйреніп кеткенше. Тілді үйреніп кеткенше, балаларыңыз әйтеуір мектепке беріп, олар ағылшынша үйренгенше деген сияқты. Мысалға, мектепке берсеңізде бір балаңыздың сыныптастарының өзінде 1-2-3 орыс тілді СНГ адамдар кездесуі мүмкін класстары. Олғанда да адаптацияға өте жақсы. Сөйлесіп кетеді, пока бірден барып, ол қайқа келдім деп түсінбей қалуы мүмкін. Енді ағылшын тіліне бірден келіп ағылшынша өту. Ал жаңағыдегі сыныптастарына 2-3 орыс ұлты болсын, басқа ұлты болсын, әйтеуір орыс тілде бір ортақ тіл сөйлесе алатын адамдар болса, өте адаптация оңай өтеді. Тағы айта кететін нәрсе, жаңда айттым, 4 мезгіл бар, өте қолайлы, жасыл көп, өте жасыл штат бұл жер, қысы жасыл, жап-жасыл болып жатады, тал, өзен, көл өте көп. Үй басқа штаттармен біз өзімізше анализ жасап көрдік. Баға жағынан өте енді қатты арзан болмаса да, бірақ арзан штаттардың біріне жатады, осы Пенсильвания штаты. Одан кейін азық-түліктің бағасы төмендеу басқа штатпен салыстырғанда. Ең басты адамға қажеттілер осы деп ойлаймын. Ең тиімді нәрселері. Отбасымен келгендерге ең қолайлы 3 штат қой. Негізі бала шағаңызбен келсеңіз, Лос-Анджелес, Чикаго және осы Пенсильвания штаты. Біздің кеңес беретін штаттар осылар. Бала шағаңызбен келгенге ең қолайлы штат. Ал егер де бойдақ болып жатсаңыз, онда әрине Нью-Йорк. Нью-Йоркты да айтар едім, бірақ Нью-Йоркта біз ең бірінші алғаш келген кезімізде болды ғой жақта. Жұмыс мәселесі өте қиындау болды, сосын үй табу мәселесі, азық-түлік қымбат. Сол жақтары сәл, ол жақта енді өз-өзіңді асырау үшін жалғыз адам болсаң, жұмысың, табысың жақсы болса, оны Нью-Йоркта тұрған жақсы әрине. Бізге де қатты ұнайды, бірақ жұмыс жағы қиын болғандықтан, о жақтан жұмыс таба алмағандықтан, осы
Пенсильванияға келдік. Иә, ол жақта жұмыс табылады, бірақ егер де бойдақ болсаңыз, любой жұмысты жасап кете бересіз, басқа біреулермен тұрып кете бересіз. Біз ерлі зайыпты болғандықтан, мысалы, маған жұмыс табылды, няньканың жұмысы бірге тұратын жері тегін, тамағың бәрі тегін деген сияқты сондай жұмыс табылды, бірақ мен жолдасымнан бөлек тұру керек болдым. Немесе жолдасыма жұмыс табылды, ода да сондай отельный жұмыс деген сияқты тоже өзі бөлек кету керек деген сияқты. Иә, екіге бөліну керек болды, содан біз оны қаламадық. Сол себептен бойдақтарға Нью-Йорк штатын айтамыз. Иә, Нью-Йорк штатын айтамыз. Себебі анау 3 бөлмеде жаңағыдегідей, бір бөлмеде 4 адам тұра беруге болады. 200-300-400 доллардан бөліп, 500 доллардан бөлісіп деген сияқты сөйтіп сиісіп кетуге болады. Біз енді 4 бала шағамыз бар, 6-ауымыз болғандықтан бізге бір үй керек, ол жағы өте қиындау. Нью-Йоркта әсіресе жақсы табыс таппасаң, енді былай айтқанда өз-өзің жоғалтып алуың мүмкін жақта. Сондықтан осы Пенсильваниядан бағымыз сынап көрейік деп осяқ келдік. Аллаға шүкір, қазір уже екінші келгенімізге 6 ай болды, оның алдында 3 ай болғанбыз. Енді 9 ай жалпы осяқта не дейміз, былай айтқанда стажымыз бар. Осяқта өмір сүріп жатырық. Бәрін көрдік, жаттадық, үйрендік. Аллаға шүкір, әлі үйренетін нәрсе де көп. Кеңес беретін осы штат. Енді Калифорния жайлы айтайын. Калифорнияда енді сіздер қайдандай мақсатта, жалпы қазақтардың көп жері осы Калифорния, Лос-Анджелес қаласы, Иллинойс, Чикаго қаласы, Пенсильвания, Филадельфия қаласы. Осы 3 штат. Ең көп қазақтың шоғырланған жері осы Калифорния, Лос-Анджелес қаласында. Прям естуім бар енді. Үлкен биік апартаменттерді прям барлығы қазақтар деген сияқты. О жақта да сөйтіп мақтайды, бірақ енді о жақта жыл 12 ай күн жаз мезгілі. Күн ыстық, сосын баға жағы сәл қымбаттау, бензин, естественно, бензин қымбаттау, азық-түлік, үй сәл жоғарырақ жүреді. Табыс, енді бірақ ол жақта енді табыс үлкен болғандықтан. Иә, табысы сәл жоғары, бағасы тиісінше, соған сай келеді. Енді шешу өздеріңізде, кім біреуге жаз қатты ұнайды десе, маған жаз ешқандай кедергісіз жасамайды. 12 ай жаз болса бола берсін. Лос-Анджелес таңдаймын десеңіз, онда Лос-Анджелес жақсы сізге нағыз қолайлы. Жоқ, маған осы 4 мезгіл керек, Қазақстандікіндей дейтін болсаңыз, онда Пенсильвания. Бізге енді Пенсильванияның бір тағы ұнаған жері, былай айтады ғой, 9 жолдың торабы деп айтады ғой. Сондай жерде орналасқанда, мына аяғымыз Нью-Йорк жақын. Бізге Нью-Йорк 2 сағатқа жуық жерде орналасқан. Мына аяғымыз Нью-Джерси, мұхит та жақын. Көп жағынан қолайлы. Енді табиғаты бізге өте қатты ұнады. Прям парк, өзен, көл өте көп. Негізі Филадельфия жайлы ютубтан ашып көрсеңіздер, негізі ең криминальный, прям өте жаман штат қып көрсеткен, негізі өте жаман қала ретінде көрсеткен. Бірақ енді біз уже өзіміз тұрғаннан кейін үйреніп кеттік. Ондай барлық жамандық нәрсе барлық штатта бар негізі. Барлық жерде бар, иә. Бомждар да барлық жерде бар, сол шашылып жатқан мусор да барлық штатта бар. Бірақ өзіңізге енді үйренсіп, қолайлы бір үйренісіп кетсеңіз, онда бұл штатта жаман емес негізі. Дәл криминальный сол прям наркомандардың жүретін жері, барлық, мысалы, сол қалада тұрамыз, бірақ соның өзінде ондай қауіп жоқ негізі. Иә, ол өзінше бір отдельный бір район, ояқта сіздің жұмысыңыз жоқ, шаруаңыз жоқ, ояққа сіз кірмесеңіз болды, басыңыз сұғып. Біз өзіміз қаланың шет жағында жарты сағаттық жерде тұрамыз, Филадельфия қаласынан. Норд-ист деп аталады. Яғни осы жақта көп шоғырланған жер, яғни орыс, украин ұлттарының, қазақ, қырғыз, өзбек, тәжік барлық ұлт бар бұл жерде. Біз сол жерде тұрамыз. Американецтер де аралас, таза, әйтеуір культурно, бәрі әйтеуір мәдени, жақсы, өзімізге ұнады. Ондай қоқыс, ондай бомж, ондай наркомандар мүлде көрінбейді. Ол өзінің бір отдельный бір райондары бар. Оны біз жақта жүріп келіп атсаңыз өзіңіз көресіз. О жаққа басыңыз сығып кірмесеңіз болғаны, ешқандай қауіп жоқ басқа. Иә. Тілді білмеймін деп, ол тіл жағынан мүлдем бұяқта қиындық жоқ.
өйткені машинаны сатып алсаңыз да, страховкаға барсаңыз да, дәрігерге көрінсеңіз де, бұл жақта өзіміздің сол орыс тілде сөйлейтін азаматтарды кездестіріп отырсың, кездестіресіз. Көп. Мысалы, дәрігерге қаралатын болсаңыз да, орыс врач табуға болады. Банкке барғанда да, бүкіл сұрағыңыздың барлығын прям орысша айтып бересіз. Сол жақтары кішкене қолайлы да. Ал енді сіз өзіңізге ойлап қараңызшы, бір орталық Америкаға барып, бір штатты таңдап сояқ көшіп барсаңыз, енді расында тіл білмесеңіз, расында қиын соғады. Негізі жалпы сіздерге кеңес беретініміз, тілді 3-4 ай болса да оқып алғандарыңыз жөн. Тіл білсеңіз вообще жеңіл болады, жаңағыдай өте қатты жеңіл болады. Ешкімнен кәдімгідей өз наныңызды өзіңіз сұрап жеп дегендей, жұмысын сұрап, любой есіктен теуіп кіріп, жұмыс бар ма жоқ па деп кәдімгі бір деңгейде сөйлесе беруге өте керек нәрсе. Біз енді қазір тіліміз әйтеуір жай дамытып жатырық, бірақ оқып жатқан жоқпыз, но біздің жұмыс енді клиенттермен жұмыс істегеннен кейін енді ағылшындар болады, бірақ бірін түсінеміз, бірін түсінбейміз, әйтеуір бірақ өзім ойлаймын, жайлап қосып келе жатқан сияқтымыз тіл жағынан. Бұл жақта енді айналаңыздың барлығы ағылшын болғандықтан басқа амалыңыз жоқ, өйткені үйреніп кетесіз. Көршіміз де мысалы ағылшын адам, оған да уже үйреніп, кәдімгідей сұрақтарына жауап беріп, сұрақ қойып деген сияқты. Қысқа болса да әйтеуір. Қысқаша қайырсақ та, бір сөзін дұрыс айтып, бір сөзін дұрыс емес айтып, бір нәрсе қылып жеткізсек те, бұл аяқтағы адамдар өздері түсініп алады. Ол ең жақсы қасиеті, бұяқтың американецтер деп атайық, түсіністікпен қарайды любой нәрсені. Мысалы, біз жеткізамай тұрсақ, ойымызды сөздерді ғана айтамыз, осындай айтып түсінеді, бәрі алдында ескертіп қоямыз. Мен ағылшыншам қысқа, ағылшынша ойынша қатты түсіне бермеймін, сөйлей бермеймін деген сияқты жоқ, бәрі жақсы деп өздері ары қарай ымдап болса да әйтеуір түсінуге тырысады, сіздің положениеңізге кіруге тырысады. Сол жағы жақсы. Енді пәлендей қиналып жатқан жоқпыз енді тілден, Аллаға шүкір. Бірақ әйтеуір мына 4 бала оқытып жатырық ағылшын тілінде, мектепте ғой енді. Солардың арқасында бізде енді жайлап додаға кіріп кететін шығармыз деп есептеймін, Құдай қаласа. Уақыттың еншісіндегі нәрсе бәрі. Осы 3 штатты кеңес беремін. Иллинойсты айтайық. Иллинойсты табиғаты жақсы, бірақ салқындау деп естідім. Ылғи да жел дейді, но өте таза, өте керемет қалалардың бірі. Астананың погодасы ұқсайды дейді. Сізді егер өзіңіздің жұмысыңызды трак саласында, жаңағыдай біздің тілмен айтқанда КамАЗ ауыр жүк машиналары, фура дейді ғой, солармен байланыстырсаңыз, онда сізге сол Иллинойсқа барған жақсы. Неге деген сұраққа, бүкіл трак, пикап трактың барлығы орналасқан үлкен организациялар, фирмалар, жаңағыдай трак компаниялар барлығы сол Чикаго қаласында орналасқан. Былай айтқанда, центр сол жерден бәрі тарау алады, барлық штаттарға сол жерден машиналарын алып, жаңағыдай неге шығады, рейстеріне. Сол Иллинойс, сондай сала таңдасаңыз, Иллинойсқа барған дұрыс, Чикаго қаласына. Өте көптеген қазақтар, қазақ коммунити бар ояқта да, ең көп тоже қазақтардың шоғырланған жерлерінің бірі. Қырғыздар өте көп. Асханалар, жаңа біздің өзіміздің восточный өте көп. Ешқандай ояқта да қиналмайсыз, қысылмайсыз. Өз еліңде жүргендей жүресің. Ояқта да сол сіздерде енді барған келген кезде бәрібір таныс керек, дос керек, сөйлесу керек, адамды іздейсіз, қалай дегенмен де кішкене тіл табысатын, көңіл аулайтын. Сондай кезде бір қазақ тауып алып жатсаңыз, ол әрине көмек сізге үлкен, кішкене сыр бөлісесіз, әңгімелесесіз дегендей. Сол Чикагоны мен сіздерге совет беретінем, кеңес беретінем. Лос-Анджелес и Пенсильвания әзірге ең бірінші бастап кеткенге. Кейін егер тілді жақсы үйреніп жатсаңыз, штат өте көп, 50 штат. Өзіңіз күн өткен сайын уақыт көрсетеді деген. Өзіңізге ыңғайлысын ары қарай өзіңіз ақ тауып, ол жұмыс бабымен болуы мүмкін. Ары қарай Алла қалайды солай любой штатта шығуыңыз мүмкін. Өзіңіз қалауыңыз мүмкін енді. Көптеген таныстарымыз да кетіп жатыр жан-жаққа. Бізде қанша танысымыз бар еді. Мына кеттік деп, баламның сыныптастарының өзі біраз кетіп қалыпты. Бұл жақта сөйтсем нормальный образ жизни екен да.
бір жыл оқыды, ана штатты көреді, 2 жыл ояқта тұрды, басқа жаққа барады, сөйтіп ауысып тұрады екен. Бұяқтың американецтердің өзі. Сол сияқты бізде де енді біраз жоспарлар бар, енді пока әзірге осы жақта әйтеуір аяқтан тік тұрып, қатайып алғанша осы арадамыз. Одан кейін біздің де мақсаттарымыз бар, әйтеуір штат ауыстырсақ, қазірден бастап қарап жүрміз, қайсы дұрыс, қолайлы деген сияқты. Сол штат жайлы айтатын ақпараттар осы. Ештеңеден қорықпаңыздар. Армандап жүрсеңіз, алға мақсат қойсаңыз, ештеңеден қорықпаңыз, тек қана әрекет жасау керек, болды, кірісу керек. Ол мен барғым келіп жүр деген сияқты көп сұрақтар кездесіп жатады, жауапты мен барғым келіп жүр, мен де барсам ғой деген сияқты. Бәрі өзіңіздің қолыңызда. Әрине бәрі алла шешеді ақырында. Бірақ сізден әрекет, тек қана әрекет жасап, жаңағыдай былай айтайын, 400 мыңға визаны бір жоққа санап, ол енді әрине оны агентство шеше алмайды, беретін бермейтін сізге одобрениені. Бірақ 400 мыңды жоққа санап, мен бағым сынап көрейін деп, бәлкім болып кетер. Болып кетсе, осылай сізде армандаған арманыңызға бір қадам жақындай түскеніңіз. Болса болып жатады, болмаса болмай жатады, иә. Бірақ бір рет көруге болатын негізі мемлекет қой. Бір рет келіп көру керек, қайту ешқашан кеш емес. Бір айта кететін нәрсе, любой уақытта сізге ұнамаса қайтып кетуге, прям бүгін келдіңіз, бүгін ұнамады, бүгін билет алыңыз, кеттіңіз. Сізді ешкім ұстап қалайын деп жатқан жоқ, қайтуға всегда жол ашық. Ұнап жатса қаласыз деген сияқты. Қайтатын әрқашан есік ашық қой, әрине. Бірақ бір рет көруге енді болады бұл жақты. Бір рет келіп, көріп, бақылап, қалай болады мекен, болмайды мекен деген сияқты. Егер де ұнамай жатса қайтып кетесіздер, ұнап жатса қалып ары қарай өз тіршіліктеріңізді жасайсыздар. Бар айтатынымыз осы, штаттар жайлы, осы сұрақтарыңызға толық жауап бердік деп ойлаймыз. Егер де тағы да сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийдің астына жазып кетіңіздер. Әр сұрақтарыңызға осылай видеоны түсіріп, толық барлығын түсіндіріп беретін боламыз. Сіздерге ең бастысы пайдалы болса болғаны, бізге жол түсіп келіп жатса, ақыл кеңесімізді аямаймыз, қолдан келгенше көмек беруге дайынбыз. Әрине, келмес бұрын Қазақстанда жатып таныс іздеген дұрыс негізі. Қай штатта сізде таныс бар? Лос-Анджелес болсын, Вашингтон болсын, қай штатта. Егер де бір штатта әйтеуір танысыңыз болса, сол жаққа қарай жылжығаныңыз дұрыс. Өйткені ол танысыңыз сізге ең бірінші неден бастап, қандай жұмыстан, қандай документ болсын, барлық жағынан, құжаттар жағынан болсын, әйтеуір сізге бір көмегін береді. Сізге ақшалай көмек бермесе де, былай сөз жәрдем ретінде. Сөз жәрдем, ақыл, жол көрсету, нұсқау деген сияқты нәрселерді көп көмек қажет бұл жақта. Сіз мысалы елестетіңізші, самолеттен түстіңіз, сіздің ешкіміңіз жоқ. Бірінші делім қайда баратыныңызды білмейсіз. Қалай үй снимать ету, қалай отельге орналасу, жолды білмейсіз, қаланы білмейсіз, неден бастарыңызды білмейсіз да. Бұл жақта заң вообще, бұл ел басқа ел болғандықтан заңы да басқа. Бізден мүлде айырмашылығы өте үлкен. Барлығы басқаша істелінеді, заңы да басқа, құжаттары да басқа, банк системасы да басқа, жолдың ережесі де басқа, барлық нәрсе басқа. Сондықтан қандай да бір таныс керек, мейлі бір алыс таныс болса да, әйтеуір сізді аэропорттан күтіп, ең құрғанда үйге барып жайғастыратын, жаңағы үйіңізді тауып беріп, көмектесіп деген сияқты. Ақшасын бәрін әрине енді сіз өзіңіз алып келуге міндеттісіз. Яғни бұяқта ешкім ақшалай көп көмектесе бермейді ешкім. Сол ең басты айтатын нәрселер. Сол, біз комментарийде жазыңыздар сұрақтарыңызға осындай видео ретінде қысқаша жауап береміз. Подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздің каналды қолдап жүріңіздер. Біз үшін үлкен мотивация ол. Сау саламат болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.